Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 25-ші жалпы білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Имашева Мақпал Баймұратовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмдерді программалау. Бүгін біз сіздермен Python программалау тілінде алгоритмдерді программалауды үйренетін боламыз. Алгоритм дегеніміз орындаушыға түсінікті тілде жазылған іс-әрекеттер тізбегі. Алгоритмдер сызықтық, тармақталған, циклдік болып үш түрге бөлінеді. Бүгінгі сабақта біз сіздермен осы алгоритмнің түрлерін Python программалау тілінде жазуды үйренетін боламыз. Сызықтық алгоритм дегеніміз командалар рет-ретімен орындалатын алгоритм. Мысалы, сабақ кестесі, күнделікті өзің орындайтын іс-әрекеттер, апта күндерінің, ай аттарының реттілігі, оқулықтағы тақырыптар реттілігі жатады. Алгоритмдерді қалай құрастырамыз? Алгоритмдер төрт түрлі жолмен беріледі. Ауызша, жазбаша, блок схема түрінде, графикалық және де программалау тілінде беріледі. Біз сіздермен блок схема түрінде және программалау тілінде алгоритмдерді ұсынудың жолын қарастыратын боламыз. Алгоритмнің графикалық түрде берілуі. Блок схемалар қандай қызмет атқарады? Алгоритмнің басы мен соңы эллипс фигурасында көрсетіледі. Енгізу және шығару параллелограмм, есептеу және меншіктеу тік төртбұрыш, шарт ромб, цикл алтыбұрыш фигурасында көрсетіледі. Және де осы барлық фигураларды бір-бірімен байланыстыратын бізге байланыс сызықтары қажет болады. Мысалы, үй тапсырмасын орындау алгоритмін қарастырайық. Алгоритмнің басы және соңы беріледі міндетті түрде. Күнделікті ашу, берілген үй тапсырмасын анықтау, оқу құралдарын дайындау, үй тапсырмасын орындау сияқты іс-әрекеттер бірінен соң бірі тізбектеліп орналасқан. Міне, осындай алгоритмнің түрін біз сызықтық алгоритм деп атаймыз. Мынандай есеп берілсін. А және Б сандарының қосындысы мен көбейтіндісін табу керек. Алгоритмнің басы және соңы жазылады. Бізде А мен Б санын енгізу керек, ол үшін input операторын қолданамыз. Және де параллелограмм фигурасына жазамыз. С тең А қосу Б, Д тең А көбейту Б деген іс-әрекеттерді біз тік төртбұрышқа жаздық. Және де С мен Д-ның мәнін шығаратын бізге print операторы керек болады. Сәйкесінше біз шығару амалдарын біз параллелограмм фигурасына жаздық. Келесі мынандай есеп берілсін. Тік төртбұрыштың А және Б қабырғалары берілген, ауданы және периметрін табу керек. Формуласы берілген, осы формулалардың біз блок сызбасын және Python программалау тілінде жазылуын салыстырып қарауымызға болады. Бұл жерде бізде алгоритмнің басы берілген, және де А мен Б-ны енгізу үшін біз input операторын қолданамыз, және де оны біз параллелограмм фигурасына енгіздік. Келесі, S пен P-ны табудың формуласын біз, ол іс-әрекет болғандықтан, біз тік төртбұрыш фигурасына жаздық. Және де осы шыққан нәтижені экранға шығару үшін біз print операторын қолдандық, және де оны параллелограмм фигурасына енгіздік. Бұл мысалды біз сызықтық алгоритмнің мысалы ретінде қарастыруымызға болады. Алгоритмнің келесі түрі тармақталған алгоритм, немесе шартты алгоритм деп те атайды. Тармақталған алгоритм дегеніміз командалар белгілі бір шартқа байланысты орындалатын алгоритм. Шарт дегеніміз тексеру нәтижесінде я немесе жоқ деген логикалық мәндерін қабылдайтын логикалық өрнек немесе пікір. If тармақталу алгоритмінің блок сызбасы. Бізде шарт беріледі, шартты біз rom фигурасына жазамыз. Егер де осы шарт орындалатын болса, яның астындағы бірінші команда орындалады. Егер жоқ болатын болса, онда сәйкесінше екінші команданы орындаймыз. Мысалы, күн суық па? Егер де я болса қалың киінеміз, немесе жоқ болатын болса, онда жеңіл киінеміз. Енді if-else тармақталу алгоритмінің блок сызбасын қарастырайық. Шарт беріледі, бізде rom фигурасында жаздық. Және де егерде
шарт орындалатын болса, иә болатын болса, онда бірінші команда орындалады. Әйтпесе, жоқ болатын болса, онда екінші команданы орындаймыз. Тура жаңағы мысалды қарастыратын болсақ, егерде күн суық па, иә болатын болса, онда қалың киінеміз. Әйтпесе, жоқ деген жауап болатын болса, онда біз жеңіл киінеміз. Python тілінде шарт тексеру операторының жазылу құрылымдарымен танысайық. If шарт қос нүкте бірінші командалар блогы орындалады, шарттан тыс екінші командалар блогы орындалады. Келесі, if шарт қос нүкте бірінші командалар блогы орындалады, else екінші командалар блогы орындалады. Бұл жерде ескерте кететін жайт, if шарт және else операторларынан кейін қос нүкте қойылады, және де командалар қатары төрт бос орын қалдырылып жазылады. Салыстыру операторлары Python программалау тілінде тең, тең емес, үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген логикалық операторлар қолданылады. Бірінші мысал. А санының оң немесе теріс екенін анықтайтын программа құруымыз керек. Жауабында оң сан немесе теріс сан деп экранға шығуы керек. Бізге А саны берілген, егер А саны үлкен 0-ден болатын болса, онда оң сан деген шығады, әйтпесе теріс сан деген жауап шығады. Мысалы, А санын 5-ке теңестіретін болсақ, ол бізге оң сан деген жауап береді, немесе А санын -5-ке теңестіретін болсақ, сәйкесінше теріс сан деген жауап шығарады. Екінші мысал. А санының жұп немесе тақ екенін анықтайтын программа құр. Жауабы жұп сан немесе тақ сан болу керек. Сонымен, қандай да бір А саны берілген, егер А санының 2-ге бөлгендегі қалдығы 0-ге тең болатын болса, онда ол жұп сан болып табылады, әйтпесе тақ сан болып табылады. Мысалы, егерде А-ның орнына 4 санын енгізетін болсақ, ол жұп сан болып табылады, себебі 2-ге бөлсек, ол қалдықсыз бөлінеді. Ал егерде 5 санын енгізетін болсақ, онда бөлгендегі қалдығы 1-ге тең, сондықтан ол бізде тақ сан болып табылады екен. Командалары бірнеше рет қайталанып орындалатын алгоритм циклдік немесе қайталау алгоритмі деп аталады. Циклдік алгоритмнің екі түрі болады. Қайталау саны алдын ала белгілі болатын for параметрі циклі және де шартты алдын ала тексеретін while шартты циклі. Программада қайталау саны белгілі болған жағдайда for параметрі циклі қолданылады. For операторының жазылу ережесі. For операторы бізде range функциясымен бірге жазылады. Range басы, соңы және қадамы жазылады. Үнсіз келісім бойынша басы 0-ге тең, қадам 1-ге теңестіріледі. Мұндағы range knx функциясы k-дан n-1-ге дейін x қадаммен сандар тізімін жасайды. Енді осы for операторының ең қысқа жазылу түрімен танысып көрейік. Мысалы, for i in range 5-ге дейін, яғни бұл программада бізге i-ді экранға шығарып беру керек. Және де 5-тің өзі жазылмайды, себебі n-1-ге дейінгі қадамдарды орындайды. Сондықтан бізде 0-ден бастап 4-ге дейінгі сандарды экранға шығарады. Келесі мысалды қарастыратын болсақ, for i in range k-дан n-ге дейінгі сандар. Яғни, мысалы, 5-тен 11-ге дейінгі сандарды экранға шығару керек. Бұл жерде жаңағы k n-1 болғандықтан 5-тен 10-ға дейінгі сандарды экранға шығарып тұр. 11 саны экранға шығарылмайды. Енді range функциясының толық нұсқасы k-дан бастап n-ге дейінгі сандарды x қадаммен экранға шығару. Мысалы, 1-ден 11-ге дейінгі сандарды 2 қадаммен экранға шығаратын программаны қарастыратын болсақ, нәтижесінде бізге 1-ден бастап 11-ге дейінгі сандарды экранға 2 қадам тастап отырып шығарады екен. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Сонымен бірінші мысал, 1 мен 10 аралығындағы сандардың қосындысын шығаратын программа жазайық.
S тең 0 деп аламыз, бұл бізде счетчик болып табылады. For i in range 1-ден 11-ге дейінгі сандар S тең S плюс i-ге. Және де print i-ді қадамды экранға шығару керек, және қосындының нәтижесін экранға шығару керек. Print циклдің ішінде тұрғандықтан барлық қосындылар бірінің астынан бірі жазылып отыр. Екінші мысал, 1 мен 10 аралығындағы сандарды кері ретпен экранға шығар. For i in range басы 10-нан 0-ге дейінгі сандарды -1 қадаммен шығарады. Және де print i-ді шығарады. Сонымен қоса біз AND деген тәсілді қолдану арқылы нүктелі үтірді қойып, сандарды бір жолдың бойына тізбектеп жазуды қарастырдық. While қайталау циклі бұл шарт алдын ала берілетін цикл. Pythonда while құрылымы цикл денесін логикалық өрнек ақиқат болып тұрғанша қайталай береді. Өрнек жалған болған сәтте цикл тоқтайды. Енді while циклінің синтаксисін қарастырайық. While кілттік сөзінен кейін шартты өрнек көрсетіледі, және әзірге бұл өрнек ақиқат мәнін қайтарып тұрғанда қайталау блогы қайталанып орындала береді. While циклына қатысты барлық құрылым келесі жолдарда орналасады, және жолдың басында бос орын қалдырылады. Бірінші мысал, 1-ден 5-ке дейінгі сандарды өсу ретімен және кему ретімен шығару керек. Бірінші өсу ретімен n тең 1 деп аламыз. While n кіші не тең 5-ке дейін болғанша print n-ді экранға шығарамыз. Және де n қосу 1-ді экранға шығарып отырамыз. Келесі кему ретімен m тең 5 деп аламыз. m үлкеніне тең 1-ге дейін m-ді экранға шығарамыз, және де m-нен 1-ді азайтып отырамыз. Екінші мысал, 1 мен 5 аралығындағы сандардың қосындысын және көбейтіндісін табатын программа жазу керекпіз. Бұл жерде S қосынды, K көбейтінді, I қадам болып табылады. While қадамымыз 5-тен кіші болып тұрса, S қосынды және K көбейтіндіні есептеп, print арқылы экранға шығаруымыз керек. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.